Selam dostlar, bugungi videoda biz mama ekimiz qo'y etining kotletini bo'lamiz. Sol uchun videoni до конца ko'rib, like bosib ketingizlar. Мне bizga kerakli zatlar: bavur, sabz, kартошка, потом 1,5 piyaz, yumurta, un, sut, және perec, tuz и осындай ет. Осылар керек bo'ladi. Қазір biz осы етті массировкадан өткізетін боламыз. Массировка енді осыны дайындайық. Тағы бір басқа да заттары бар, бірақ бізге осылар ғана керек. Шайып құрастырамыз. Biz mantığanlagan farşты istep koyduk. Енді kotletке arnalgan zattарды massirovkada o'tkazетін bolamız. Sapa kızgandan soң biz қазір kotletті pişiramiz. Mama қазір kotlet dayında жатыр, мен қазір осыларды pişirетін боламын. Basap berеді. Мен қазір осылар аяқтаймын. Барлығын қазір біз пісіретін боламыз. Açık tava aldım sebebi. Bu kötü bulgun sonuçta da açık tava aldım. Biz аяқтадық, өте күшті болып шықты дәмі. Сіздер де қайталап көріңіздер, өте керемет болады. Осымен бізде видео аяқталды. Обязательно лайк басып кетіңіздер. Пісірсеңіздер өкінбейсіздер, және пісіріп тұрсаңыздар комментарияға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер.